Баршаңызға сәлем. Бүгін медовик тортын әзірлейміз. Мен білетін медовиктердің ішіндегі ең оңай рецепті осы десем де болады. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Алдымен баяу отта балды қыздырып аламыз. Менде жасанды бал. Сосын ас содасын қосамыз. Осылай көпірген соң газды өшіріп, сармайды салып қоямыз. Ол еріп, массамыз бөлме температурасында болуы керек. Жұмыртқаға шекерді қосып араластырып аламыз. Сосын балды массамызбен біріктіріп, біркелкі болғанша қозғаймыз. Енді ұн мен қамыр қопсытқышты қосамыз. Ұнды аз бөліктен салып отырыңыздар. Осындай қою қамыр болады. 1 сағатқа қатайғанша мұздатқышқа қалдырамыз. Креміне сармай мен сгущенканы баяу отта ерітіп аламыз. Қамырымызды 2 бірдей бөлікке бөліп, пергамент қағазы төселген табаға саламыз. Қолымызға күнбағыс майын жағып, қамырды жайып шығамыз. 150 градуста қызып тұрған пеште 30 минуттан пісіріп аламыз. Піскен корждарымызды барынша суытып алып, тарелканың бойымен бірдей етіп кесіп аламыз. Кесілген корждарымыз тортты әсемдеуге қажет болады. Енді коржымыздың бетіне кремнің жартысын құямыз. Сосын екінші коржымызды қойып, кремнің қалған бөлігін бетіне және жанына жағып шығамыз. Әсемдеуге алып қойған корждарымызды барынша майдалап аламыз. Сосын торттың беті мен жанына толықтай себеміз. Тортымыз дайын, дәмі сөзсіз керемет дәмді болып шығады. Жасалуы да оп-оңай. Осы рецептімен міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Айнура. Рецептлерім ұнаса, каналыма тіркеліңіздер және видеоларыма лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.